Ассаламалейкум, ардақты ағайын. Абайдың 8-ші қара сөзі. Ақылды кім үйренеді, насихатты кім тыңдайды деп басталады. Ары қарай өзі бөліп бірнеше категорияны талдап өтеді. Абайда ақыл бар, білім бар. Бұл қара сөзін 1891 жыл жазған екен, яғни ақылы толысқан кезі, өмірлік тәжірибесі көп, болыстықты көрген, байдың баласы болған, түрлі кісілермен қарым-қатынас жасап көрген, бірнеше тілді білетін үлкен азамат, тұлға. Әрине, білімі көп болғаннан кейін, көп нәрсені түсініп білгеннен кейін, ол сол біліммен бөліскісі келеді, ақылын айтқысы келеді, халықты белгілі бір деңгейде түзеткісі келеді. Ол шындық. Енді Абай осы жалпы ақылды кімге айтайын деп өз қоғамына қараған ғой. Содан бірінші категорияны бөліп қарайды. Біріншісі, болыс билер. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, олар ол орынға бармас еді дейді. Олар керісінше өздерін мен үздік кісімін деп санап, керісінше мен міне ел басқаруға жеттім, мен енді болыс болам, би болам, керісінше мен елге ақыл айтам деп сол орынға сайланды дейді. Енді былай өздері түзеліп болған, яғни идеалды деңгейіне дейін жеткен, енді сол арқылы елді түзетпек дейді. Бірақ енді бұл жерде білмеймін, өзімде мынадай эмоция шығады, шамалы күлкім келеді. Өйткені салыстырмалы түрде ол адамдардың жаңағы билікке ұмтылып жүрген қандай екендігін біз білеміз. Осы Абаймен салыстырмалы түрде, Абай сөйтіп айтса жарасар еді оған, оның алған білімін негізінде, оның көрген тәжірибесі негізінде. Бірақ сол Абаймен бірге сайланып жүрген адамдардың көбінде Абайдың деңгейіндегідей білім болды ма? Онша тәжірибе болды ма? Мақсаттары не болды? Енді екінші жағын айтады. Бұл биліктегі адамдардың, болыс билердің. Бизнес деген сөз бар. Бизнесті өзі ағылшыншадан тікелей аударатын болсаңыз, бизи деген өзі қолы бос болмау. Бизнеспен айналысу деген де өзі сол. Қолы бос болмау, әйтеуір бірдеңемен айналысу, еңбектену. Енді қараңыз, бұлдай адамдардың дейді, жаңағы би болып жүрген, болыс болып жүрген адамдардың қолы тие ме дейді. Басында өзіндік жұмысы бар, жаңағыдай ұлықтарға жағыну керек дейді, басшылық билікке жағыну керек әрине. Одан кейін бұзақыларды бүлдіріп аламыз ба деп, немесе халқымызды бүлдірміз ала ма деген, өзіміз шығымдап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген уайым бар дейді. Яғни халықтың іші тыныш болады ма, жаңағыдай бұзақылар бұзылып кетпейді ме, бір айғай шу шықпайды ма деген уайыммен өмір сүреді. Одан кейін ебіне қарай біреуді жетілейін деп, біреуді құтылтайын деп, бейнеттің бәрі басында қол тимейді дейді. Шын мәнінде енді билікпен айналысқан адам біледі, шын адамның уақыты болмайды, энергиясы болмайды. Халықпен жұмыс істеу өте қиын жұмыстардың бірі. Сіңбіруге де уақыты болмайды тіпті. Жаңағыдай білесіздер, басшыларға баратын болсаңыз алдын ала жазыласыз, оның уақыты болады болмайтындығы, оның телефонмен сөйлескеннің өзінде қалай болатындығы. Бұл өте шын мәнінде қиын категория. Ондай адамдардың бір ақыл тыңдауға да уақыты бола бермейді, өйткені күнделікті тұрмыста жайт көп. Өзі соған апарады. Енді екінші категорияға келеді Абай. Байлар дейді. Байлар, олар өздерінде бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымын басында тұр. Өзінде жоқты малмен сатып алады. Енді байлар жалпы көп ел сұранғаннан кейін, көп ел олардан келіп сұрағаннан кейін, сұрамшақтар, тіленшілер айналасында көп жүргеннен кейін, оларда бір өзімшілдік, менмендікте болуы мүмкін. Және де ақшасы көп болғаннан кейін көп нәрсеге қолым жетеді деп, бір нәрсені паралап алуы мүмкін, паралап алам деп соған сенуі мүмкін. Және де ол адам сол малдан артық еш нәрсені көрмейді дейді. Өкінішті. Бұл өте өкінішті категория. Негізі үміт артуға тұрарлық бір адамдар болатын болса, осы негізі байлар болады. Бірақ та сол малына ғана сенеді дейді. Олар дейді, тіпті мал болса, мына күшті баға береді байларға. Құдай тағаланың өзін паралап алуға болады дейді, Құдай сақтасын. Оның діні, құдайы, халқы, жұрты, білімі, ұяты, ары, жақыны бәрі мал дейді. Осы сөзбен қорытындылап тұр. Яғни көріп отырсыздар, бірнеше категория,
дін, құдайдан бастап жақын туыс, ар, ұятқа дейін осының ішіне кетіп қалды. Ол малдан артық еш нәрсені көрмейді дейді. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де қол тиер ме? Енді екінші бөлік, жаңағы болыс билер сияқты бұл байлардың да қол тимейді. Өйткені малмен айналысу өте қиын. Кәсіппен айналысқан кезде де адамның өзі қолы босамайды. Үнемі сол кәсіпті қарау керек. Енді мына жерде соны айтады ары қарай. Малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жиғызбақ, жаңағыдай ұры бөрі, қыс суық сұғанақ бар, солардың бәрінен сақтаумен әуре кешеді. Одан кейін оны жайғастырғаннан кейін ары қарай бұны қалай мақтанға ұластырамын деп осымен үнемі басы қатып жүреді. Бұл адамдардың бір ақыл, үлгі, насихат тыңдауға біріншіден ниеті де жоқ тәкаппарланып, екінші уақыты да жоқ дейді. Үшінші категорияны қысқа ғана қайырады. Енді ұры, залым, сұм сұрқия өздері де тыңдамайды дейді. Енді бұл қоғамның паразиттері ғой, қашанда болса да. Ұры, залым, сұм сұрқия ол кәсіпте қылмайды, байлар сияқты, болыстар сияқты елді де басқарып жарытпайды. Олар тек жаңағыдай сол болыстарды байлардың жанында жүріп, адамды адамға айдап салып, арамдықпен айналысады, немесе ұрлықпен, барымта, сарымтамен айналысады. Олар көп жағдайда криминалды адамдар ғой, былайша келген кезде. Криминалды 200 адамдар, олар қоғамның бетіне де көп шықпауы мүмкін, немесе оларды жаңағыдай ұрлықты түн уақытында, ешкім көрмейтін уақытында жасауы мүмкін. Бұл категорияны бірден сызып тастайды абай. Олар жалпы бұндай насихат тыңдамайды. Өйткені енді шын мәнінде ол сол насихат тыңдағысы келсе, тыңдайтындай болса, ондай мәжілісте болса, ол бұндай іс-әрекетке бармас еді. Төртінші категория, онша-мұнша қой жүнді қоңыршалар күнінде көре алмай жүр дейді. Енді бұл қарапайым халық. Билікте де жоқ, байлықта да жоқ, жалпы қарапайым халық. Олардың күн көруден қолы босамайды. Жалпы ақыл тыңдауға, білім алуға, насихат тыңдауға адамға белгілі бір уақыт керек, және энергия керек, тыныштық керек. Абай өз бірінші қара сөзінде айтады ғой, көрген күнде тыныштық жоқ, білім ғылыммен қалай айналысам дейді. Олар және былай айтады дейді. Білім ғылымды іздегенде бізді не қыласың? Ана сөзді қарлықтарға айт деп құтылады дейді. Яғни билерге айт, байларға айт, бізді қайтесің, біз өзі күнімізді әрең көріп жүрміз деп соны өздеріне медет тұтады дейді. Сол сөзі арқылы жауап беруге тырысады дейді. Білім ғылымның бұларға тіпті керек жоқтай дейді. Енді тағы да бөліп айтып тұр, негізі түбі керек қой. Білім ғылым, насихат кез келген адамға керек. Бұлар тіпті бізге мүлдем керек жоқ. Керек болса жаңағы тойып жүрген, билік етіп жүрген адамдарға айт, біздің мүлдем шаруам болмасын деп айтады дейді. Бұл да түбі дұрыс емес. Кедейлік ешқай жерде сізге ол бір медет тұтарлық нәрсе болмау керек. Білім ғылым, насихат айтылса барлығына бірдей ол. Құдайдың үкімі де барлығына бірдей, оны да Абай қара сөзінде айтады. Оның өзгемен несі жоқ, ана алдындағы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек дейді. Яғни бұның басқа шаруалармен айналысып жүрген жаңағы бай сияқты, болыс сияқты, ұры, залым сияқты басын уақыт таба алмай, өздерінің істерінен миы ашып, уақыты жетпей жүргендегі сияқты емес дейді. Бірақ та бәрібір де бұның да еш нәрсемен іші жоқ дейді. Осылай қара сөз осылайша аяқталады. 4 түрлі категорияны Абай айтып тұр. Ешқайсына тоқталып тұрған жоқ. Жаңағыдай өткен жолға айтып едік, естеріңізде болса, Абай жалпы қара сөздер барысында ойланған, іздену бұл, ары қарай табу деп нақты тауып тұрған жоқ кімді айтатындығын. Енді кейіннен біз келесі қара сөздер барысында әлі де бұл қара сөзге сілтеме жасап отырамыз. Шәкәрімнің өлеңі бар, білесіздер. Жүгінелік, Абайға жүр баралық деп айтатын. Міне осы түбі Абайдың сөзін, насихатын тыңдайтын адамдар табылды. Өзінің шәкірттері бар, және оны тыңдап жүрген біз бармыз қазіргі уақытта. Бірақ Абай осылай өз замандағы белгілі бір топтарға осылай баға береді. Және де өзінің насихатының тыңдалмай жатқандығына іштей бір өкініші бар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.